ана көрсем көрсеші, мен жанрға алдым. Білмеймін, Мәрин дейма, Марин дейма бір нәрсе дейді әйтеуір. Марина Хелс па деймін жаңа, мен енді информация келіп тұр ғой маған. Марина Хелс па, естуім бар деп қоям жаңа. Содан жаны керек қой енді. Шақыр, кім айналысып жатыр, шақыр маған продукциядан, кім өнімдік ішіп жатыр, кімде қандай результат маған айтып берсін. Осындай кішкене круг жасап жүрді да, Бақытгүл жаңа спонсор үйіне шақыр. Содан общем не керек, тіркелдім, 43-100-ге продукциямды алдым, мен бұны алып іштім. 5 күннен кейін менде пазухтар ауыра бастады. Сосын өзім шеміршектер дейді ғой, Данагүлге айтып қоямын, что мен пазухтарым ауырып жүр деп. Мән бермедім, еще менде сезонный аллергия болады тұғын. Августте басталады, октябрьдің аяғына жүреді. Содан не керек, 20-шы күн дегенде менде аллергиям қосып кетті, кәдімгідей страшно қозғанда да Бақытгүлге отыра алмадым ше. Уже мұрыннан кетті, көзден кетті, үйге дейін жүгіріп барып диазолинді іштім. Бірақ менде мынандай ой келді, қымбат витамин ішіп жатып, менде неге аллергия қосып кетті деген ше. Содан не керек, диазолинді іштім да, қызымды құшақтап ұйықтап қалдым. Түнде бір оянсам, тамағым көтерілген, жаз уақыты ғой, су ішкен жоғым, бұл неге көтеріліп тұр дедім да, қайтып ұйықтап қалдым. Таңертең тұрсам менде гной туып тұр ғой, мұрнымда. Шығарған ғой бәрі жұмыс жасаған. Содан сіңбірсем жаңағы алақан гүнай түседі. 2-7 ой менде процесс. 1-7-де легкий вариант болса, уже маған сол кезде Раушан ханым айтты, менде уже басымды көтере алмадым, надежынан бәрі қақсап кеткен, жатып қалдым. Раушан ханым, менде осындай болып жатыр десем, ударный доза ішін, суды іше беріңіз деп ше. Таңертең аны ішем, 15-20 минут бұны ішем, кешке солай ше. Суды ырылдатып кәдімге қиып қойып тұрып ішем, анау зылдатқан кезде 2-7-де ар жақтағы тяжелый гнойлар шықты. Сол кезде сасық гной мына жерде исінші прям. Енді сөйлеп тұрған кезде мұрнына келе береді, сіңбіріп келем. Легкий шығып жатыр да, кейде болды мынау түпте жабысып қалған пазухтағы не прям стенкаға жабысып алған ғой кетіп. Шыққысы келмейді. Күшеніп тұрып ше, прям әзер шығады. Мынаның бәрін сезінеді екенсіз анау түсіп жатқан кезде өзіңіздің органыңызды. Что сізде череп бар, что сізде мына жердің бәрінде қуыс бар екен ше. Сосын өзім намаз оқимын ғой, сәжде барғанда құйылып тұрам. Қайтып отырғанда солқылдайды. Намаз оқымай ақ қоям ба, масқара. Ананы ойлап тұрам уже ше, басымның солқылдайтын. Сөйтіп жүргенде 2-7 ой менде сондай процесс болды. Мен бұн бітті уже 1 ай. Сосын спирулин аштым. 3 штуктан таңертең кешке. Сосын Ләззат деген спонсорымыз бар, Жезқазғанда. Сол беріп тұрайды. Ертең сен гаймәртіңді до конца лечите деп кетті маған. Сосын қайдағы бүкіл күн өтісті ғой дедім де жүре бердім. 3-ші күн дегенде менде бір жыбырлап құрт сияқты черепте. Жыбыр етті да, оң жақ мұрнына тұра қалды ғой. Сіңбіріп басам, кәдімгідей өзегі. Кәдімгі мұрын болып бар ғой. Осындай ұзын. Жартысын елестетіңіздер, прям слезистый мұрын болып жабысқан. Қап-қаттан етіп ұстасаңыз, прямо мыйдан кетіп. Тамыры сияқты. Как возбуждитель сияқты ғой. Содан кейін түсті, содан кейін сапты. Одан кейін мына пазух деген бәрі ашылып кеткен ғой. Жеп-жеңіл. Ноябрьде қар соқ қой бізде Жезқазғанда. Мәз подъезден есікті ашқанда бүкіл соғыш келді. Саған өмірінде сезбеген ғой, суықты бірақ. Қалды өзі ұра, шырағында олды ше.